Естеріңде болса, осыдан бірнеше күн бұрын мен сұрақ-жауаптың 6 бөлімін шығарамын дедім. Және сендер маған көп сұрақ жазып кетіңдер, рахмет сол үшін барлықтарыңа. Мен барлықтарың сұрақтарыңа жауап беруге тырысамын бар. Өйткені сендер маған бірталай комментарий жазып тапсыңдар. Ал ендеше мен видеоны бастаймын. Ал бірінші сұрақ бізде Есболдан келіпті. Бірінші сұрақ: қандай ойын ойнайсың? Мен қазір Браво ойнаймын болды. И то оны анда-санда ойнаймын. Әйтпесе мен одан басқа ойын ойнай алмаймын и ойнамаймын. Ал екінші сұрақ: руың кім? Менің руым Жәдік. Так, Керей орта жүз. Қайтадан орта жүз, Керей, Жәдік болды. Ары қарай білмеймін. Мені танисың ба дейді. Я танимын ғой. Келесі: YouTube саған өте қиын ба? YouTube маған негізі қазір оңай болып кетті. Бұрын ретке кіру маған қиын болатын. Қазір каждый 1-2 видео сайын видеоге кіріп отырады видео. Сосын менде жаңа ашылып кетті YouTubeға. Неге видео шықпай кетті? Өйткені достар, мен видео негізі TikTokқа саламын көбінесе. Өйткені менде YouTube'да білмеймін, жасағым келмейді бір ой еріне мана видео жасауға. То есть салуға. Сосын мен ол видеоны бір аптадан кейін бірақ қана желанием ашылып, одан кейін бірақ қана саламын достар. Әйтпесе былай мен салмаймын бар ғой. Осылай мен іздеп тұрыңдар анасында. Ал келесі сұрақ бізде Нұрислам келіпті. Бірінші сұрақ: соңғы рет қанша бояу құрттың? Екінші сұрақ: білмеймін, қанша рет нанға кеттің? Ары кетсе бір 45 рет па или одан көп достар. Мен күнде магазинға барамын дейді. Үшінші сұрақ: видеоларың не көп просмотр жинап жатыр? Өйткені достар, мен YouTube'ға ұнап жатырмын. Мен видеоларым YouTube'ға өтеді, TikTok'қа да өтеді, Телеграмға да өтеді деп айта берсең. Так, төртінші сұрақ: саған қашан тыртық саған пайда болған? Менің видеоларымды көрмейтіндерің көрініп қалдық болды. Мен так жазда, либо күзде бір видео салғанмын, судың оқиғасы деген. И вот сол видеода мен тыртық алғанмын. Бұл көп сұрайды менен, осы тыртық қайдан пайда болды деп. Вот осыдан пайда болды. И осы оқиғадан бері менің көзімде тыртық бар. И өмірде де бар менде, бірақ шлемімде емес. Дәу емес, кішкентай ғана. Ал келесі сұрақ бізден Файзуннан келіпті. Сәлем, сұлу, қалайсың дейді. Жақсы, шүкір, өзің қалайсың? Келесі сұрақ. Менің саған сұрақтарым бар. Біріншісі: Майнкрафтқа оралғың келе ме? Конечно, оралғым келеді. Оралғым келеді, бірақ орала алмай жатырмын сол. Алла қаласа, егер мен бұрынғы телефонымды жөндесем, немесе жаңасын алсам, мен обязательно ораламын и түсіремін. Так, екінші сұрақ: музыка тыңдаған ұнатасың ба? Мен 24-те 7 музыканы тыңдап отыратын адамым ғой негізі. Так, мен қайда барсам да, не істесем де, мен музыка тыңдап жүремін секілді. Ал үшінші сұрақ: Файзунға сәлем жолдап жібере аласың ба? Сәлем, Файзун. Төртінші сұрақ: неге видео шықпай жүр? Негізі TikTokқа шығады, бірақ YouTubeға шықпайды. YouTubeға шығаруға ерінемін сондай адаммын. Келесі сұрақ: топ 3 гача ютуберді, тиктокерді айта аласың ба? YouTube'да мен ондайлар көрмеймін, көбінесе TikTok'та шығамын деп гачалар. Так, топ 3-те менің ойымша Қазақстан бойынша топ 3-те так Милли тұр. Милли бұрын 2023-те түсіріп, сосын қайтадан келіп жүрген қыз. Қазірде бар ол. Ал екінші орында ол вроде Шурик. Біраз біледі, біраз білмейді. Оның аккаунты 2 рет банға кетіп қалған ба, сондай бірдеңе. Ал бірінші орында менің ойымша ол Арон. То есть Аронды кім біледі? Жеге осы шаш көк, жоқ қара көк араласқан ол тоже популярity. Қайтадан аккаунтты өшіріп, қайтадан шығарған гачалардың бірі болды. Сұлу, менің сұрағыма жауап бересің деп ойдамын. Сау бол дейді. Жауап бердім енді. Ал сау бол. Келесі сұрақты маған Нұрзама қалыр кетіпті. Привет. Привет. Менің сұрағымды бірінші айтшы. Оны енді көріп қарашы. Кеттік, бірінші сұрақ: ең жақсы досың кім YouTube'да дейді. YouTube'да білмеймін, досым көп қой, олар біреу емес, көп өте. Ең жек көретін ютуберің подписчигім. Так, подписчикте мен ешкім жек көрмеймін, ал ютуберден тоже ешкімді жек көрмеймін. Барлық ютуберлер маған ұнайды. Ал так, ең жақсы көретін ютуберің, подписчиктерің дейді. Ең жақсы көретін ютуберлерім олар Армани,
Нұрлан қалам деген сияқтылар ғой. Ал подписчиктері менде так 1500 ба, сол 1500-ден барын жақсы көремін мен. Все. 4-ші сұрақ, қызың бар ма? Қызым болған, то есть. Келесі сұрақ бізде Бекасыл KZ-тен келіпті. Сәлем, менің атым Бекасыл дейді. Сәлем, Бекасыл. Так, бірінші сұрақ. Сен ютубты қай жылы аштың? Мен ютубты қателеспесем бар ғой, бір 2021-де ма, или 20-да бастадым, или 19-да бастадым. Енді басқа аккаунттарда бастадым, одан кейін бірақ дамып, телефон алып, осы аккаунттарда жасап бастадым, короче. Екінші сұрақ, мен сізге ұнаймын ба? Ну, конечно, емес. Үшінші сұрақ, сіз ютубта жалғыз түсіресіз ба? Ну, я өзімнің аккаунтымды өзім жалғыз түсіремін. Так, сіз Майнкрафт ораласыз ба? Осы көбі күтіп жүр, Майнкрафтқа оралғанымды. Мен оралмақ кереді, қуана, то есть, бірақ оралмай жатырмын достар, күндер шамалы. Сіз жалғызсыз ба дейді. Ну, қандай мағынада мен жалғызбын, үйде ма, немесе достарым жоқ деген мағына ма? Ал егер үйдің болса, мен үйдің тұңғышымын былай. Ал бізде сұрақ Қызылбұрадан келіпті. Бірінші сұрақ. Руың кім? Руым Керей. Орта жүз Керей жатып болды. Так, Stillwater Adventure Havok Dog and Anger Isus Balkan Parents English or Spanish German Так, German Star Balkan Rage Jungle Lodge Funk Sauce Who Know то есть сен не болады? Сен 2024 жылдың мемдары деп қойса. Ал келесі сұрақ бізде Мелисадан келіпті. Бірінші сұрақ, сен қалай тиктокта дамыдың? Алақандағыдай бір сериалдың 2 бөлім салдым, все, конец. Барлығы әреке кірді, сөйтіп кеттім ғой. Ал екінші сұрақ, қалай бәрі саған тіркеле бастады? Анау видео көрішін қалды да, сосын тіркелген ғой, сосын болды. Үшінші сұрақ, қазір қаншыншы сынып оқисың? Мен қазір 7-ші сынып оқимын. Ну, я бұрынғыда 5 оқып жүргенім, қазір уже 7 оқимын достар. Келесі сұрақ, сенің шын атың Сұлу ма дейді. Менің шын атым ол Сұңғыла. Шұғыла емес, менің атым Сұңғыла. Ал мына Сұлу деген есімді маған бір Free Fire'дағы достарым шығарып берген. Ал келесі сұрақ, қандай пән ұнайды? Маған биология, физика, алгебра деп айта берейін, маған ұнайды деп жүрсің. Ағылшын ұнайды, қазақ тілі, қазақ әдебиеті ұнайды, көркем еңбек ұнайды, химия ұнайды еще. Вроде болды деймін. Сен мықтысың ба дейді. Ой, мен мықтымын ғой, өйтсе. Жетінші сұрақ, сабақты қаншаға оқисың? Мен нормальный адам сияқты 4-5-ке оқимын сабақты. Жарты сабақ 5, жарты сабақ 4. Так, өз-өзіңді қандаймын деп ойлайсың? Мейірімді маньякпын деп ойлаймын. Достарың қанша? Мен достарым санап отырмын ғой, енді көп шығар. 100-ден ба, 200 ба, сондай шығар. Келесі жауап берсең рахмет дейді. Оқасы жоқ. Бұл сұрақ бізден жамағаттан келіпті. Ал енді мына сұрақтарға жауап берейік қазір. Ал оқи алсам оқиын енді. Гүлденген әлем сұлудан сәлем дегенде қашан ойлап таптың? Бір күзде ма? Қыста ма ойлап тапқам осы 2024-те. Бойың неше сантиметр? Менің бойым 185 деп отырып айтпай қойын, бір 156 ма сондай, бір ал фунтпен 4-11, наверное. Математика әлде алгебра ұнай ма? Алгебра ұнайды, кейде ұнамайды. Мысалы, ұнамаған, түсінбеген тақырып болмаса, маған ұнамайды. Егер түсінген тақырып болса, ол маған ұнайды. Қайсы пән ең сүйікті пән баған айттым? Рационал санға бір мысал кетір. Білмеймін. Келесі сұрақ. Өміріндегі ең жақын досың кім? Өмір ма? Өмір болса, онда маған өзімнің туыстарым, нағашыларым, ең жақын достарым болып саналады. Ал интернетте де, качеда да, анимация жағынан да менің достарым көп. Емаларды оқи алмай жатырмын сұрақтарды. Шешінші сұрақ. Интернеттегі ең жақын досың кім? Барлығы. Так, ең сүйікті ойының қайсысы? Ең сүйікті ойыным ол Майнкрафт, сосын FNAF, сосын Brawl Stars, сосын Mortal Kombat, вот осы 4-еуі.
Так, спортпен айналысасың ба? Ой, вы чё? Конечно, айналысамын. Келесі сұрақ. Оқи алмай жатырмын, мен соқырмын ба мен? Менің досың деп есептейсің бе? Конечно, сен менің досыңсың ғой. Так, анимацияны қашан бастадың? Мен анимацияны 2023-те бастадым, өтірік айтпасам бар ғой. 2023-те әйтеуір өтірік жасап, 2024-те талпынып, 2025-те уже кәдімгідей нормально катермін, достар. Достарым аниматор емес, мен катермін. Сразу айтайын, сендерге мені көп жатастырады аниматор деп, мен катермін. Қандай тамақ пісіре аласың? Ну, енді нормаль тамақтар пісіре аламын. Мысалы, картошка, жұмыртқа, пицца, котлет пюрем, сосын болды. Басқа тамақ істей алмаймын мен. Өз мектебім өзіме ұнай ма? Ну, елу-елу, кейде ұнайды, кейде ұнамайды. Ну, негізі былай ұнайды. 1 минутта қанша сөз оқи аласың? Шамамен дейді. Өтірік айтпасам, бір 80 ба, 100 ба, білмеймін, әйтеуір оқыған жоқпын бастаушыдан бері. Неге сен маньяксың? Өйткені мен маньяк болғым келеді. Хоббилерің қандай? Менің хоббиім ол боттармен сөйлесу. Жігітің бар ма? Әлде болған бет? Менің жігітім қыз жоқ. Болған беді, болғанда болды. Так, хейтерің бар ма? Вроде хейтер менде ма? Вроде жоқ емде хейтер. Негізі тиктокта бар, бірақ ютубта жоқ. Ең жақын ол досың кім? Мен ол достарымды айтып бөлмеймін, барлығы мен үшін бірде орында тұрады. Короче, барлығы. Үйдің үлкенісің бе, әлде кенжешісің бе дейді. Мен үйдің үлкенімін. Ну, тұңғышы. 24-ші сұрақ. Мен короче жауап бере алмаймын дағыны. Так, IQ тест шешіп көрдің бе дейді. Шешіп көрсең IQ-ң қанша? Мен IQ тесттің не екендерін білмеймін. Менің өзімнің IQ-м былай нормальный, бірақ нақтысын айта алмаймын неше екенін. Тиктокта қалай 1000 подке жеттік дейді. Негізінде тиктокта 2700 болды. Алла қаласа енді 3000-ға аз қалдық. И вот. Келесі сұрақ бізде Алиханнан келіпті. Гачадан басқа не түсіргің келеді? Мен гачадан басқа мысалы неше түрлі ойындарды түсіргім келеді, влог түсіргім келеді, сосын Майнкрафт түсіргім келеді әрине. Ну, енді бірақ оларды түсіре алмаймын өкінішке орай. Ну, түсірсем де олар өтпейді. Сондықтан мен қазір тек гача түсіріп жүрмін. Сен Roblox ойнайсың ба дейді. Мен Roblox ойнамаймын, негізі бұрын ойнағанмын, бірақ қазір менде ойнайтын адам жоқ. Сосын ойнайтын бір жақсы режим жоқ менде. Сосын қызықпай өшіре салдым. Үшінші сұрақ маған сәлем жола дейді. Алихан, сәлем. Келесі сұрақ бізде Асхаттан келіпті. Майнкрафт ойнайсың ба дейді. Мен Майнкрафт қуана ойнаушы едім, бірақ ойнай алмаймын өкінішке орай. Айфонға қалай көшіру керек екенін дұрыс түсінбедім. Немесе сатып алуға ғана болады. Негізі көшіруге болады дейді, негізі көбі, бірақ мен қалай көшіретінін түсіне алмай кеттім. Ал келесі сұрақ бізде Құттықтаудан келіпті. Сәлем, бәрі жақсы және қалайсың дейді. Мен өзім жақсымын, рахмет қаншадан сұрап жатқандарыңа. Ал соңғы сұрақ бізде Нұрхуман Эрдан келіпті. Ендігі сұрақ жауап видеосына сұрақтар дайындап қояйын дейді. Мен бұл жоқ, бұл жарты жыл бұрын ғой почти, мен оны енді есіме түсіріп отырмын осыны. Ал енді осылайық. Так, бірінші сұрақ. Сенің ең жақын досың кім? Менің ең жақын досым олар біреу емес, бірнешеу, көп менің достарым. Олардың бәрін айтып өтпей жүрген. Екінші сұрақ. Сен үшін анимация жасауда қиындықтар қандай? Мен үшін ең қиын нәрсе ол фон. Ну, енді болуы мүмкін фондарды, арнайы фондар, бірақ бұл фондар біз үшін өте аз болады. Мысалы, арнайы видео бар да, мысалы, бір әйтеуір сирек кездесетін фондар бар. И ол фонды ешқайдан таппағасын, ақыры өзім жасауға тура келеді. Ал екіншісі ол кейіпкерлердің өшіп кетуі. Мысалы, гача клубта сен қинап кейіпкер жасайсың, ал қайттан кірсең, ол кейіпкерлер сохранение етілмей, просто тұра дефолт қойып. И бұл тоже нерв қасиет кәдімгідей. Ал үшіншісі проблема ол менде еріншектігім өзімнің, еріншектігімді өзім ұстай алмаймын, мен өзім басқару үйрену керек, әйтпесе видео вообще шықпайды менде. Үшінші сұрақ, мен пупсик ма дейді? Конечно, пупсик. Төртінші сұрақ, сен джентльменсің? Джентльвумен. Ал достар, мен сендердің барлық сұрақтарыңа жауап бердім деп ойлаймын. Әрине дұрыс ойласам. Осымен сұрақ-жауап видеосының 6-шы бөлімі аяқталды.
сіздермен бірге болған мен сұлу. Алда тағы да көрісеміз. Сау болыңдар. Маған әлі көріп отырсың ба не? Рахмет таган сарағына.